Абылай, азан шақырып қойған есімі Әбілмансұр. Жошы ханның тікелей ұрпағы. Әз-Жәнібек хан, Есім хан, Салқам Жәңгір, Уәли Бақы, Абылай, Уәли, Әбілмансұр. Демек, Әбілмансұр жауға абылайлап өз атасының атымен ұрандатқан. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметі бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құруға бағытталды. Ол шексіз билікке ие болды, оны халық қолдады. Шоқан Уәлиханов былай деп жазған болатын: қазақтардың аңыз әңгімелерінде Абылай айрықша қасиеті бар, киелі, керемет құдірет иесі болып саналады. Ешбір ханның Абылайдай шексіз билікке қолы жеткен жоқ. Ресейдің қол астына өтуді қабыл алғанына қарамастан, ол іс жүзінде Ресейге мүлде тәуелсіз ішкі және сыртқы саясат жүргізді. Абылай ханның алға ұстаған саясаты, мақсаты қазақ халқының бостандығы мен бірлігі, мемлекеттігі мен тәуелсіздігі еді. Алайда ол дүние салғаннан кейін қазақ мемлекеті қайта бөлшектеніп ыдырай бастады. Ресей империясы қазақ жерін отарлауды қызу қолға алды. Оны іске асыру әртүрлі жолдармен орын алды. Яғни әскери шеп бекіністер салу, қазақ жерін тартып алу, хандық билікті жою, рухани отарлау және тағы да басқалары. Абылай хан 1781 жылы дүние салып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленді. Абылай ханның қайтыс болғанын естіген Қытай үкіметі көңіл айтып елшілерін жіберген болатын. Абылай хан қазақ халқының тарихында ерекше маңызды орын алады. Абылайдың күш-жігері ең алдымен мықты және тәуелсіз қазақ мемлекетін құруға жұмсалды. Орыс ғалымы Иван Крафттың сөзімен айтқанда, қалыптасқан нақты жағдайларға қарай бірде Ресейге, бірде Қытайға, енді бірде Жоңғарияға шын берілген болып көріне білді. Абылай кезінде қазақ хандығының саяси және экономикалық жағдайы жақсарды. Қазақ халқы бірлікке, тәуелсіздікке, бейбіт өмірге ұмтылды. Абылай сұлтан болған кезінде ақыл-айласымен, сабырлы салмақтылығымен маңайына Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би, Бұқар жырау, Ақтанберді жырау, Үмбетей сияқты сыншы жырауларды топтастыра білді. Абылай ел арасында аса зор беделге ие болған. Қазақ халқының басқа халықтармен терезесі тең дамуы үшін жан аямай арпалысқан хан. Көзі тірісінде аты аңызға айналған Абылай деген ат тәуелсіздік, бостандық, бірлік, ерлік, азаматтық, мемлекеттік тәрізді ұғымдармен бірге айтылатын болды.